Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен сахарный диабеті бар жандарға арналған кабачоктан гарнир дайындайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кабачоктарымызды жуып, тазалап, дәл осылай 1 см көлемінде кесіп дайындап аламыз. Одан кейін қызанақтарымызды да дәл солай дөңгелек күйінде 1 см көлемінде кесіп алатын боламыз. Тым жіңішке емес, тым жуан емес, дәл осылай болып шығады. Барлығын дайындап алғаннан кейін пешімізге төзімді ыдысымызды алып, немесе кәдімгі табамызды алып, астына кішкене оливковое масло құйып, кабачоктарымызды және қызанақтарымызды кезек-кезегімен, рет-ретімен қойып шығатын боламыз. Мен оливковое маслоны құйған себебім тым қою құрғақ болып қалмас үшін құйдым. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін тағы да үстіне кішкене оливковое масло құйып жібердім. Және өзіңіз қалағаныңызша тұз салып, тым көп болып кетпеу керек. Тұзды және бұрыш салсаңыздар болады. Салмасаңыздар да болады. Өздеріңізге ұнаған дәмді салсаңыздар болады. Енді бетіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Менде 20% дүкеннің қаймағы 3 ас қасық салып, енді бетіне чесноктарымызбен көк пиязымызды, укропымызды, кез келген көкөніс салсаңыздар болады. Осылай жақсылап теркадан чесногымызды өткізіп алдық. Енді көк пиязымызбен укропымызды майдалап, пышағымыздың көмегімен кесіп, турап дайындап алып, қаймағымыздың бетіне салатын боламыз. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін кішкене ғана жарты шай қасық немесе шай қасықтың ұшымен ғана тұз саламыз. Барлығын жақсылап осылай араластырып, егер сіздердің бетіне салатын салмаларыңыз тым қою болып кетсе, 2 ас қасық су құйып жүрсеңіздер болады. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін ыдысымыздағы гарнирімізге бетіне жағып, жақсылап барлық жағын жауып, жағып шығатын боламыз. Осылай барлығын жағып дайындап болғаннан кейін қызып тұрған 180 градус пешімізге 30-40 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің гарниріміз дайын болғанша бетіне салатын сырымызды, ірімшігімізді дайындап аламыз. Осылай орташа теркіден өткізіп алдым. Бұл ірімшікті сіздер 10 минут бұрын салсаңыздар да болады, немесе піспей жатып, енді салайын деп жатқанда бетіне салып жіберсеңіздер болады. Мен пісіп болғаннан кейін салдым. Себебі ыстықтай болғаннан кейін бәрібір бетінде ерейді. Дәл осылай салып дайындап алып, ыстықтай ұсынатын боламыз. Дәмі өте ерекше, түрі де өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған мерей баршаңызға ас болсын.